Сәлем достар! Қазіргі уақытта осы жылға дейін сұмдық дыбыстар орын алды. Біз бүгін сіздерге сондай қорқынышты дыбыстарды естіртетін боламыз. Достар, видеомызды бастамас бұрын дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал біз видеомызды бастай берейік. Ысқырық шығаратын аспап. Бұл бұрынғы уақыттың аспабы. Ал сосын бұл аспапты ойыншық деп санаған. Сол себепті бұны ешкім қолданбағасын музейде бір талай жыл сақтаған болатын. Ал сосын барып, бұл аспапты зерттеп қолданғанда бір адамның айқайлаған, көмек сұраған даусы естілгендей болды. Енді сіздер тыңдап көріңіздер. Көбінің айтуы бойынша, бұл аспапты жауды қорқыту үшін қолданған екен. Аспаннан шыққан қорқынышты сұмдық дыбыс. Негізі бұндай дыбыстар көп өңірлерде орын алған. Тіпті Қазақстанның Алматы қаласында да аспаннан 3 күн бойы сұмдық дыбыс естілген деседі. Бірақ қазіргі еститін дыбыс Қазақстанда емес, басқа елде орын алған. Сатурннан шыққан айқай. Қазіргі таңда ғарыштан шығып жатқан дыбысты ести алатын құрылғылар ойлап табылған. Сол құрылғылардың бірі Сатурннан шыққан бір қорқынышты дыбысты жазып алған. Ал келесі дыбыс қалай және қайдан пайда болғанын біле алмадық. Бірақ біз сіздерге ол дыбысты тыңдата аламыз. Ал келесі видеомыздың ең қорқынышты дыбысы деуге болады. Бұл неміс әйелдің ішіне жын кірген. Сол кезде оның даусы телефонға жазылып қалған. Достар, осы видеодағы қай дыбыс сізге қорқынышты болып естілді? Комментарияға жаза кетіңіз. Және лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашан жіберіп алмайсыз. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыз.